8-ші сынып қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен 3-ші тоқсан бойынша жиынтық бағалау тапсырмалары. Тарихи тұлғалар тағылымы. Қызым жағадағы құндызым, ұлым аспандағы жұлдызым. Биалуан түрлілік. Жойылып бара жатқан жануарлар мен өсімдіктер. Наурыз және әлем халықтарының оны қарсы алу ерекшеліктері, бөлімдері. Мәтінді тыңдап, тапсырмаларды орындаймыз. Қазақ ауылында бала тәрбиесіне бүкіл ауылдың үлкендері, әсіресе қарттары араласқан. Ата-бабамыз ұлды өздерінде еңбек сүйгіш жауынгер, әнші, күйші, аңшы, құсбегі, бесаспап азамат етіп тәрбиелеуді мақсат еткен. Жігіттің бойына өнер мен еңбекті, ізгі адамгершілік қасиеттерді қатар сіңірген. Ер баланы 5 жасынан бастап ат жалын тартып азамат болғанға дейін мал бағу мен аң аулауға, отын шабуға, қора салуға, ағаштан, теріден, темірден түрлі тұрмысқа қажетті бұйымдар жасауға, яғни қолөнер шеберлігіне баулыған. Әсіресе әкелері мен аталары ұлдарға мал жаюдан бастап шаруаның алуан тәсілдерін үйретіп баққан. Қонақ күту, үлкенге иіліп сәлем беру, ән айтқызу, домбыра тартып күй шерткізу, өлең жыр жаттату, жаңылтпаш жұмбақ үйрету, немесе теңге алу, жамбы ату, аударыспақ, сайыс, көкпар, күрес сияқты ұлт ойындарын үйрету тәрбиенің басты шарты болып есептелген. Қай ата-ананы алсақ та, қызының ертең барған жерінде балдай батып судай сіңіп кетуін, жақсы жар, әдепті келін, аяулы ана болуын армандайды. Қасиетті ана қызының тәрбиелі жан болып өсуі үшін жасынан-ақ қарияның алдынан аттатпай өсіреді. Халқымыз келіннің аяғынан, қойшының таяғынан дегенде, жаңа отаудың береке құтын, ағайын туыс, ауыл арасындағы беделін, болашақ ұрпағына дұрыс тәлім тәрбие беруін келіннің жақсы жаман қасиеттерімен өлшеген. Сұрақтарға мысалдармен жауап беріңіз. Қазақ халқы ұл баланы қалай тәрбиелеген? Қазақ халқы ұл баланы еңбек сүйгіш, жауынгер, әнші, күйші, аңшы, құсбегі, бес аспап азамат етіп тәрбиелеуді мақсат еткен. Өнер мен еңбекті, ізгі адамгершілік қасиеттерді қатар сіңірген. 5 жасынан бастап ат жалын тартып мал бағу мен аң аулауға, отын шабуға, қора салуға, ағаштан, теріден, темірден түрлі тұрмысқа қажетті бұйымдар жасауға, яғни қолөнер шеберлігіне баулыған, шаруаның алуан тәсілдерін үйретіп баққан, ұлттық ойындарға үйреткен. Қыз баланы қалай өсірген? Қыздарды жасынан-ақ қарияның алдынан аттатпай өсіреді. Жақсы жар, әдепті келін, аяулы ана болуға тәрбиелеген. Мәтінді оқып, тапсырмаларды орындаймыз. Менің каналыма тіркеліп, осы тапсырманың толық нұсқасын жауабымен бірге алуға болады.